Армысыздар, құрметті Қуанышты медицина каналының тұрақты көрермендері. Бүгін мен сіздерге қалай медицинада практикалық білімді шыңдауға болатын жолдарды айтам. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, бұл видеоға лайк басып, қолдау мақсатында комментарийге кез келген симптомды жазып жіберіңіздер, солай каналдың дамуына үлес қосасыздар. Неге практикалық білім өте маңызды, достар? Себебі резидентураны таңдайтын кезде сен нақты қай салаға баратыныңды білмесең, ертең сен қиналасың. Неге медик студенттер нақты қай салаға баратынын білмейді? Себебі практикада мүлде болмаған. Университеттің көрсеткен практикасы ол өмірмен салыстырғанда басқаша, достар. Сіздер обедке дейін барып, сағат 4-ке дейін, 5-ке дейін жүрген ол практика емес. Сол себепті келесі қадамдарды жасау арқылы практикалық білімдеріңізді шыңдаңыздар, сол кезде резидентура мамандығын таңдайсыздар. Бірінші, достар, не істейміз? Бірінші, нетворкты қосамыз. Мама, папа, нағашы, жиен, бауырлар, іні қарындас көршілеріңізден сұрайсыздар. Кез келген отбасыда бір больницада жұмыс істейтін адам болады, фельдшер. Солар арқылы шығасыздар. Яғни жедел жәрдемде істейтін фельдшер болса, сол фельдшерге айтасыз, бастығың айтып көрші, мен сенің қасыңда жүрейін деп. Оның өзі үлкен сіздерге көмек, жедел жәрдемде хотя бір ай жүрсеңіздер. Оны біттің, кеттің, одан кейін сол жерде танысасың больницаның ішінде, приемкадағы врачқа айтасың, мен сізбен бір 2 апта көмектессем бола ма деп. Окей, приемка шақырады, кеттің. Одан кейін сен больницада жүру арқылы нетворкинг тауа бересің. Нетворк айтасың, так, поликлиникада кім бар? Поликлиникада реабилитолог дәрігер болса, поликлиникаға барасың, реабилитолог дәрігерге наглы кіресінде айтасың: апай, ағай, мен сіз сияқты дәрігер болғым келетін еді, мен сіздің жаныңызда жүрсем бола ма? Бәрі тегін, қолдан келгенше көмектесемін деп. Хорошо деп, олар да, достар, кел деп айтады. Мен өзім қанша дәрігердің алдына барғам, біреуі маған отказ бермеген, достар. Иә, ковидтің кезінде отказ берді, себебі елімізде пандемиялық ситуация қатты ушығып кеткен болатын, тек қана жұмыс істейтіндер ғана жүреді деді. Одан кейін бұларды біттіңіздер ғой, содан кейін сіздер кумирларды іздеңіздер. Егер ангиохирург, нейрохирург болам десеңіздер, мысалы, Мыңжылқы Бердіқожаев бар, Мұса Мендібайұлы бар, мысалы, Салданат Байқошқарова бар, неше түрлі біздің мықты топовый врачтар бар ғой, солардың жекесіне жазып, солардың клиникасына өздеріңіз пешком барып айтсаңыздар, мен осы врачтан үйренгім келеді, жаныңызға шәкірт болғым келеді десеңіздер, олар, достар, вряд ли сіздерді қуады. Мен Мұса Мендібайұлымен өзім сөйлескен мықты топовый хирургтардың бірі ғой, маған студенттер келуге қашады деді, өзінің айтқан сөзі шыдамайды дейді, көбісі бір қиындық болса қашып кетеді деп. Ондай болмау үшін, достар, барыңыздар да үйреніңіздер. Медицинада түсіңе аян кірмейді. Сен мамандықты бармай жатып айта алмайсың, мынау маған ұнайды, мынау ұнамайды деп. Мысалы, магазинде бір новый мороженое шықты деге, мысалы, сен ол мороженое жеп көрмей айта алмайсың ғой. Басқа адам айтады, анау, мынау. Әр адамның рецепторы, өмірді сезуі, талғамы әртүрлі болады. Саған бәріне ұнаған мороженое саған ұнамай қалуы мүмкін, саған ұнаған мороженое маған ұнамай қалуы мүмкін. Медицинада тура солай, достар. Вкусымызды әркімдікі әртүрлі, темперамент әртүрлі. Сол себепті мен сіздерге айтам, 54 мамандық бар. Осы 54 мамандықтың ішінен дұрыстап таңдау жасасаңыздар, резидентураға хоп етіп бір рет грантқа түсіп алсаңыздар, достар, өмір бойына жейтін нандарыңыз. Егер сен резидентураға менімен бірге дайындалғың келсе, 6-7 курс болсаң, маған WhatsApp-қа консультация деп жаз. Мен тегін консультация бергім кеп тұр, араларыңыздан іріктеп алатын болам. 1 жыл көлемінде дайындаламыз, ақпарат келесідей. Құрметті интерн, егер сен де бізбен бірге бір ортада болып, резидентураның экзамендеріне дайындалып, грантқа түскің келсе, өзіңнің бабыңды шыңдағың келсе, барлық экзамендерге дайындалып, клиникалық мышлениең шыңдағың келсе, мен сені Dream Team обучениесіне шақырам. Бұл 1 жылдық мастер-майнд, бұл курс емес, бұл орта және де ұстаздар. Мен ғана емес, 20-дан асқан кураторлар, қай саланы таңдағың келсе, сол саланың кураторын тауып беретін боламыз. Сол саланың дәрігерімен бір ортада болып, сол салаға мықты дайындаласын. Сабақтар аптасына 2 рет болады, 3-ші күн және де 6-шы күндері сағат 20:00-де. Негізгі сабақтардың барлығын менің өзім жеке жүргіземін. Сызба методикасымен, интервалды қайталау методикасымен жақсылап білім беретін болам. Одан кейін көктемде біз ГОСТың тестіне дайындық бастаймыз. Тестінде дайындықта аптасына 5-6 күндік дайындық. Ол кезде де мықты менің кураторларым, қазіргі резидент дәрігерлер білім береді. Тесттен өтес, одан кейін 2-ші этаптан өтес, кейс-тестингтен, кейін жазда 1 ай демалып алып, шілдеден бастап өзіңіздің қалаған салаңызға грантқа түсуге әрекет жасайтын боламыз. Кардиологияны таңдайын десеңіз, кардиология тобы ашылады. Сол жерге кардиологияны таңдайтын өзіңіздің құрдастарыңызбен сол саланың резидент дәрігері келеді. Эндокринологияны таңдайын десеңіз, эндокринология тобы ашылады. Сол жерге өзіңіздің құрдастарыңызбен, ортақтастарыңызбен дәрігерлер келіп сіздерге үйрететін болады. Осы кезге дейін, достар, алдыңғы 1-ші потокта 40 интерннің ішінде 37-сі грантқа түсті.
Сен де жақсылап дайындалсаң 100% деп нәтиже бере алмаймын, бірақ грантқа түсу жиілігіңді 90%-ке дейін арттырып, үлкен дайындық болады. Мен сені Dream Team обучениесінде күтем. Қатысу үшін төмендегі WhatsApp кнопкасын басып, менің жеке консультацияма кел, екеуміз сөйлесеміз. Егер сен менің іріктеуімнен өтсең, аламын. Кеттік.